Өтір намаз жөнінде пайғамбарымыздан көптеген хадистер келген. Енді осы хадистердің қайсысымен амал жасау керек деген мәселеде біз мазхаб ғалымдарымыздың көзқарасына жүгінеміз. Ханафи мазхабының ғұламаларының қуатты көзқарасы бойынша өтір намазын оқу уәжіп. Өтір намазы 3 рәкағат оқылады. Хакимнің Мустадрак атты хадистер жинағында Айша анамыздан мынандай хадис келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өтір намазын 3 рәкағат оқитын, және ең соңында сәлем беретін дейді. Өтір намазының 3 рәкағатында да біз Фатиха сүресін және Фатиха сүресінен кейін қосымша сүре оқимыз. Осы қосымша сүре ретінде біз кез келген сүрені немесе аятты оқуымызға болады. Арнайы бір сүрелер немесе аяттар жоқ. 3 рәкағатында қосымша сүреден кейін біз Аллаху әкбір деп, ер адамдар осылай құлағының жұмсағына дейін қолдарын көтеріп тәкбір алады. Ал енді әйел кісілер осы кеуде тұсына дейін көтеріп тәкбір алып, қолдарын байлап, арғарата құнут дұғасын оқиды. Құнут дұғасын білмегендер Раббана әтина деп басталатын дұғаны бір рет оқу жеткілікті. Арғарата рүку сәжде жасап, ат-тахиятын оқып, салауатты оқып, Раббана дұғасын оқып, намаз сәлем беріп, намазын аяқтайды. Алла тағала құлшылықтарымызды қабыл қылсын.